Армысыздар. Алматы қаласы Ақбұлақ ауданының іші. Сағат таңғы 9 Астана уақытымен. Шарипова көшесі. Аялдамадамыз. Автобус күтіп тұрмыз. Аялдамада. Ақбұлақ ауданының іші. Дәл алдымызда Суха Батыр көшесі. Суха Батыр деп атайды. Шарипов көшесі. Анда бар, Рысқұловаға бар, Түйсет, Рысқұлова көшесіне бар. Мына 99-ші маршрут өтетін. Кетіп баратыр, 99-ші автобус. 99-ші маршрут келді. Біз бұған мінбейміз қазір. 99 деген келді. Төлебей Рысқұлова. Төлебеймен кетіп қалады бұл автобус. Енді бізге 25 керек. 25. Біз Жұбанов көшесіне баруымыз керек. Бұл жерде 102 келді. 102 ол жаққа қарай бармайды. 102-ге де мінбейміз. Мына аялдамаға 102 деген келді. Алматы Алматы 1-ге барады. Алматы 1 теміржол вокзалына. Алтын Орда базары. Соңғы конеці, мына конеці Алматы 1 теміржол вокзалына барады. Саламатсыз. Сіздер оңай тексересіздер да? Контролер тәтелер автобустағы нені тексереді. Кім төледі, кім төлемеді. Енді не дейді жаңа, жол ақысы адал дейді ғой, сол үшін жол ақысын төлеп жүріңіздер. Тәте бірден айтып жібересіз ба? Айтпайсыз ба? Видео ғой? Қайда төлейсіз, қайда? А? Тәтеміз айтып жатыр, жолдың ақысы, тәңірдің ақысы дейді. Осылай түсіп қалады автобустан, тағы мінетте тексереді. Ана автобустың ішіндегі өзінің құрылғы бар тексеретін. Соған төленді ма, төленбеді ма, соның бәрі қарайды. Жол ақысы, тәңір ақысы деп айтып жатыр. Адал ғой, мынандай карта ғой міне. Осы картамен басып төлейсің. Міне 25 өтті, осының кер қарай келетін бағыты керек маған. Осы жолмен кер қарай келетін бағыты, былай Рысқұлова жоғары қарай кетеді, Рысқұловаға. И Бауыржан Момышұлы мен Жұбанов көшесіне қарай өтеді. Біздің күткен автобусымыз келді, нөмірі 25. Саял ауданы мен мұняға Саял ауданы бір жағы неге барады екен? Байтұрсынов деген, конечныйына. Міне келдік, автобусға міндік, так, мынаны бастық, міне төленді деген сөз, мынада птичка жанса, мынау жанса, ол төленбейді деген. Мынау төленді деп шығып тұр. Әне, сол кеттік ал. Не айтамыз енді? Біз Жұбанов көшесінен түсеміз қазір бұйырса. Төменге подписаться басып, комментарий жазып қойыңыздар. Тағы нелер түсірейін сол жөнінде, қандай видеолар түсірейін сол жөнінде комментарий жазып отырсаңыздар, біздер міндетті түрде соған видео түсіріп отырамыз алдағы уақыттарда. Сіздер айтқан комментарияларыңыз арқылы біз шабыт алып отырамыз. Рысқұлова Шариповаға келдік. Автобусда қай аялдамаға келгендерін айтып тұрады. 154-ші мектептің аялдамасына келіп тоқтаймыз қазір бұйырса. Мына алдымызда әрі қарай өткеннен кейін. Бізде бағдаршам қызылға жанып тұр да. Қазір өтеміз әрі қарай. Мынау қиып атқан Рысқұлова көшесі былай қарай. Алдымыздағы Азия парк. Сайына көшесіндегі төменгі жағында Әуезов ауданындағы. Райымбек пен Сайына қиылысы осы. Жаңа Азия парктен өттік, оңға бұрдық. 12 месяцев. Какие? Міне
қазір көпірдің үстіне мінеміз, бұйырса Бауыржан Момышұлына қарай жоғары қарай көтерілеміз қазір. Магазин 12 месяцев. Ақсай А1А деген шағын аудан. Ақсай 1А. Мына ана жоғары жақтағы Ақсай 1А-ның үйлері. Ақсай 1А. Бауыржан Момышұлының төменінде. Мынау Райымбектен Бауыржан Момышұлына бұрылдық. Қазір бұйырса мынаның төбесіне қарай мініп кетеміз. Ана Бауыржан Момышұлынан төмен қарай Алатау ауданы болып кетеді. Жазылып тұр Алатау ауданы дейді. Кеттік міне Бауыржан Момышұлына. Таулар көрініп тұр жоғарыда. Үйдің төбесінен бірге көрініп тұрды. Алматының ішінде байқағаным, сосын жаңағы не осындай аудандардың ішінде жақын жерде тұратын, осындай үйлерде тұратын кісілер, мысалы жақын жерлерде тұрады. Қайда жұмыс жасайды, сол жерлерге жақын маңдарда тұрады да, ыңғайлы өздеріне. Болмаса Алматының бір шетінен бір шетіне жету үшін енді бірталай уақыт кетіп қалады. Бір байқағаным сол екен да. Көп кісілерді жолықтырдым, сонда көп кісілердің айтатыны қай жерде жұмыс жасайды, сол жерлерде қоныстанып, сол ауданда тұрады да, жұмысқа ыңғайлы, жақын жерде. Ақсай 4 шағын ауданына келдік. 25 маршрутта Ағай Маралбек. Таңертең 4-те келеміз дейді жұмысқа. Кешкі нешеге дейін сонда ағай сіздердің жұмыстарыңыз? Кешкі 11-ге дейін. Кешкі 11-ге дейін жұмыс жасайды екен. Ойлап бараңыз, таңғы 5-тен кешкі 11-ге дейін. Сол. Иә. Абылай 11-ге дейін істемейді ме? Немен? Куермен соқсаңыз кетеді ғой анау. Онымен кейде біз қалмайды. Алмай ма? Есемес ми жібермейсің бе? Әне, 70-65. Код баласы. Ане мына код тұр. 76-45. Есікте тұр. Бізге бұрылмамыз ғой. 11-ге дейін деп жатыр, жұмыс бірақ дежурныйлары болады екен. Әр күн сайын 11-ге дейін жасайтын. Бірінші бесін Төлеби Момышұлы жақтан өзім міндім ғой. Қазір айтыңыз, қай жақта кетеді. Сайна Жұбанова дейді ғой. Сайна Жұбанова. Роддомнан şu sırada. Сол Сайна Жұбановаға жеткізді. 11-ге дейін істейді ғой. Дежурный машиналар 11-ге дейін жүреді. Олар 11. Абылай біз төртте тұрамыз, келеміз. 5-те гаражда болуымыз керек қой. 5-те шығып кетеміз, пока өтіп кеткен жаңаққа баратын 5-те бастаймыз. 10-ға істейтін бар. Дежурныйымыз 11-ге дейін жүреміз мысалға. Жұмысыңыз ұнайды ғой өзіңізге де? Өзіңізге ұнайды ғой жұмысыңыз да? Мен бұл жұмысты бұрын шынын айтса 91-де ше. Мен енді ұнамайды деп істей бер үйренген жейді. Үйренген жау атыспаққа жақсы деп, е? Содан мен андай жұмыс істеп жүріп, сол бүйтеді ғой. Осы профессияға барасың ғой деймін. Болмай кетті дейді ғой. Кейін ғой профессия бойынша істеп жүрмін ғой. Өз профессия дұрыс екен деп. Жақсы, жақсы. Маған ол не емес қылды, оның қиын емес қылды, істеген адам ғой. Бұлай өткіземін. Болады. Bir есептен кәдім 55-ке келдім. 55 жасқа келдіңіз, да? Енді сонда да істейміз де. Жастардан қарап жағырсамыз ғой. Жастардан қалмай істейсіз, е? Қалмай істейміз ғой. Болады. Бірақ енді осы емес, бірақ оңай жұмыс жоқ. Иә, оңай жерде нан жоқ қой. Оңай жол жоқ, әлде.
Ekөөбүз иштейбиз. Ошону иштейбиз да. Бизде Багдаршам кызылга жанып тур да. Осы кызылга жанып турган убакытты пайдаланып, агамыздан сухбат алып атырык кичкене де болса. Міне Багдаршамыбыз көкке өттүк. Азыр биз борламыз мына Бауыржаннан, Бауыржан көшесинен, Бауыржан Момышұлы көшесинен мына көшенің атын ұмытып қалатын Жұбанова көшесіне қарай борламыз, солға қарай. Мен сол жерден түсем бұйырса қазір. Çok жазбай көрсін. Сіз тексердіңіз ба, тәте, біздің нені, оңайды? Тексердім. Жоқ, мынаны соқпадыңыз ғой. Міне тәтелер осылай үстіне шығып, маршрутканы осылай тексереді. Төленді, төленбегендігі жөнінде. Блогер ма? Блогер ма? Сіздің есіміңіз кім, тәте? Бақыт, жақсы. Мәке, жақсы, сау болыңыз, аманшылықта. Біз жеттік, келетін жерімізге келдік, міне. Мен өзімді де көрсетіп қояйын. Келдік келетін жерімізге. Жақсы, комментарий жазыңыздар, төменге подписатсыны басыңыздар. Тағы алдағы уақытта қандай видеолар түсіріп отырайын, сол жөнінде айтып отырсаңыздар болады. Жақсы, төменге подписатсыны басып қойыңыздар.